Бүгін Қарағанды қазақ түрік лицейінде ата-аналарға арналып педконсилиум өткізілуде. Ата-аналар пән мұғалімдерімен бетпе-бет жүздесіп, өзіне керек мағлұматтарды, балаларының үлгерімін білуде. Ал енді сол ата-аналармен жүздесіп көрейік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер. Сіз осы 7-ші сыныптағы кімнің ата-анасы боласыз? Мен Есжан Нұржанның атасы боламын. Есжан Нұржанның атасы боламын. Сізге осы педконсилиум өтіп жатқан ұнап жатыр ма, көңіліңізден шығып жатыр ма? Өте жақсы. Балалардың бәрін несін біліп, әрқайсы әрбір сабақта, әрбір пәнде қандай нелері бар, жетістіктері бар, қандай кемшіліктері бар, солардың бәрін түсіндіп. Оқу ордасына қандай тілегіңізді айтасыз? Әр уақытта еңбектері жемісті, осы балаларға берген білімдерін әрі қарай шыңдала беру үшін жақсы мектептің мұғалімдеріне, ұстаздар коллективіне бәріне әр уақытта табыс тілеймін, еңбектері жемісті болсын, балаларды сусындата берсін білімменен. Рахмет ағай. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз 7-ші сыныптағы қай баланың ата-анасы боласыз? Мен 7-ші А сыныбындағы Қали Әсеттің ата-анасы боламын. Самат Қалиұлы Әділбаев аты жөнім. Бүгінгі өтіп жатқан педконсилиум көңіліңізден шығып жатыр ма? Өте жақсы көңілден шығып жатыр. Біз енді бұрын сан мектептерді көрдік, өзімізде оқыдық, өзімізде бір өз мектептеріміз, басқа балалар оқыған мектептерді көрдік, бірақ мынандай жағдайда бірінші жиналыста және мұғалімдермен өте тығыз қатынаста өтіп жатқан көңілді өте қуантып тұр. Алған жауаптар, мұғалімдердің жауаптары көңіліңізден шықты ма? Шықты, әрине. Баласы жақсы дегенде адам қуанады. Кей жаңа пәндерден өте жақсы деп жатыр. Балаларымыз осы қазақ түрік лицейін оқыса екен деген, осы түрік лицейінде оқыған балалардың үлкен жетістіктерін білеміз. Сондықтан қашанда осы лицейіміз, енді біз балалар оқығаннан кейін біздің лицейіміз тек биіктен көріне берсін. Сәлеметсіз бе апай? Сіз 7-ші сыныпта қай баланың ата-анасы боласыз? 7-ші сыныптағы Тұрсынбек Темірланның анасы боламын. Осы бүгінгі өтіп жатқан педконсилиумның маңыздылығы қандай сіз үшін? Біз үшін маңыздылығы баламыз туралы көп білу, оның күнделікті біліміне, дайындалуына мән беру, мұғалім мен ата-ана баланың арасындағы байланысты күшейту деп ойлаймын. Алып жатқан оқу ордасына қандай тілектеріңізді, лебізіңізді білдіресіз? Енді осы қазақ түрік лицейіне біріншіден баламды бергеніме өте қуаныштымыз. Және оның өзінің тілегі болды, оқимын деген. Енді осы білім ордасынан көп түлектер ұшты, көп жерде жаңағы жақсы орындарда жұмыс істеп, қызмет істеп, шет елдерде оқып жатыр. Сондай жетістіктерді бізде армандаймыз баламыз үшін. Бұл оқу орнына творчестволық табыс тілеймін, ұжымдарына бірлік тілеймін. Әрқашанда осындай балаларымызды біліммен сусындатып, өркендей берсін, өсе берсін, осындай заманауи технологиямен жабдықталған. Вообще, вот первый раз я во всех школах вижу такое мероприятие. И почаще проводите. А насчет успеваемости, да, ну не отличник, но хорошист, но мне для 1-7 класса, я считаю, это удовлетворительно. Ребенка хвалят, учителя все вежливые. Какие еще? Почаще проводить, я считаю, если мы будем знать о своих детях результаты. И вот, что еще.